сіз максималды мөлшерде зейнетақы алғыңыз келсе, онда мына 3 құпияны білуіңіз қажет. Ең біріншіден, зейнетке шығу үшін алдын ала дайындалу қажет. Екіншіден, зейнетке шығуға қажетті құжаттарды реттеу қажет. Мысалы, сіздің еңбек кітапшаңызда сіздің аты жөніңіз қатемен жазылған. Сонымен қатар сол еңбек кітапшаның ішінде запистерде исправление болса, печати өшіп қалған жағдайда бұл құжаттарды архивтен анықтама алып, еңбек өтілін растау қажет болады. Ал егер де сіздер мүлдем жоғалтып алған жағдайда бүкіл еңбек өтіліңізді архивтен анықтама алып растауларыңыз қажет болады. Бұл уақыт алады, сонымен қатар сіздің зейнетақы мөлшеріне тікелей әсер ететін көрсеткіш болып табылады. Үшіншіден, бұл 36 айлық табысты реттеу қажет. Бұл ең маңызды көрсеткіш. Мысалы, 2023 жыл үшін бұл көрсеткіш 6.831.000 теңгені құрайтын болады. Егер сіз осы 2023 жылы зейнетке шығып жатсаңыз, сіздің табысыңыз осы мөлшерде болса, сіз жақсы көрсеткіштегі зейнетақыны алатын боласыздар. Яғни сіздер 36 айлық табыс бойынша норманы орындап тұрсыздар дегенді білдіреді. Тура осындай пайдалы ақпараттар қажет болса, менің парақшама тіркеліңіздер.